бірінші негіздерді бірінші үш кезеңге бөлуге болады бұл жаттығудың түрін. Бірінші көтеріп, екілерді көтеріп кеудеге салу және оны көтеріп жоғарыда ұстау, одан кейін қайта ішке түсіру. Негізі жерде түсірген кезде өкпеге түспей ішкі бұлшықеттерге қарап жиырылып. Жаттығу екі аяқтың арасын ашамыз иық деңгейімен және гірді өзінің ұстау әдісі бар. Өстіп ұстау. Бұл бірінші кезеңге жатады жаттығу. Енді ары қарай екінші кезеңге жұмыс жасайды. Көтеретін кезде аяқпен шамалы бүгіп ары қарай ішпен лақтырамыз, аяқ шамалы бүгіп астына кіреді. Аяқтан ішке түседі.